Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге шоколадты панкейктің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Өте оңай әрі қарапайым заттардан жасалады. Жұп-жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және де қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Бұл жерде бізде қантымыз еруі қажет, яғни толықтай біркелкі масса болғанша үзбей араластырасыздар. Дәл осы видеодағыдай болған кезде үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Мен төменге описание бөліміне барлығын қажетті мөлшерде рецепті қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміздің салқын болуы немесе жылы болуы маңызды емес. Менде дәл қазір салқын сүтті қолдандым. Енді құрғақ қоспаларымызды біріктіреміз. Какаоға қопсытқышты салып, електің ішіндегі ұнға қосатын боламыз. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен құрғақ қоспаларды дәл осылай араластырып аласыздар. Бұл жерде електен өткізу өте маңызды, яғни сіздің панкейкіңіздің пышный болып шығуына көмектеседі. Толықтай ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет, жақсылап араластырасыздар. Дәл осындай видеодағыдай қатты қою немесе қатты сұйық болмауы қажет. Біз қазір бұл панкейктерді пісіретін боламыз. Енді панкейктерімізді пісіреміз. Бір ас қасық көлемінде табамызға дәл осы видеодағыдай форма жасап салатын боламыз. Ешқандай да май құймайсыздар. Барлығын дәл осылай пісіріп шығатын боламыз. Егер де сіз табаға торт пісіретін болсаңыз, дәл осы рецептпен пісірсеңіз өте керемет болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, панкейктің бетінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде екінші жағын аудару керек деген сөз, яғни асты пісті. Дәл осылай лопатканың көмегімен екінші жағын жаймендеп қана аударатын боламыз. Екінші жағы өте тез піседі, сондықтан қарап тұруларыңыз қажет. Шамамен 40 штуктай шығады. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Бізде панкейктің асты да үсті де бір тегіс әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Мінекей бізде панкейктеріміз пісті. Қазір сіздерге ортасын көрсетемін. Өте керемет әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая.